Анан сиз деген тартипке багынган кул болмойт, тартипсиз эл болмойт деген Бауыржан Момушевдин кара сөзүнүн мағынасын түшүндүрүп бересизби? Әрине балам, егер адам тәртіпке бағынса, ол құл болмайды. Яғни өз өмірін дұрыс басқарып, еркін өмір сүреді. Ал егер елде тәртіп болмаса, ол елдің дамуы қиын болады. Сонда тәртіп деген тек заңдарға бағыну ма? Жоқ, тек заңдар ғана емес. Тәртіп ол адамның өзіне деген жауапкершілігі, уақытын дұрыс басқаруы, үлкендерді құрметтеуі, уәдесінде тұруы, тазалық сақтау және қоғамдағы ережелерді орындауы. Егер бір адам тәртіпсіз болса, ол бүкіл елге әсер ете ме? Иә, әр адамның тәртібі бүкіл қоғамның көрінісі. Егер адамдар тәртіпсіз болса, онда қоғамда заңсыздық көбейіп, елдің дамуы тежеледі. Сол себепті әркім өзінен бастауы керек. Түсіндім ана. Яғни мен де тәртіпті болсам, елдің дамуына үлес қосам ба? Солай ма? Дәл солай балам. Тәртіпті адам өз өміріне де, еліне де пайдалы азамат. Олай болса, мен әрдайым тәртіпті болуға тырысамын. Жарайсың балам. Бұл ең бір сөз. Осы Бауыржан Момышұлының өз